Өгей шеше. Бірінші бөлім. 1941 жыл. Қыркүйек. Әке кетпеші. Күнге күйіп түсі қашқан сары шашты балақай қолын жайып, шаңды жолмен жүгіріп келеді. Қысқа, сан мәрте жамалған шалбарының астынан жалаң аяқтары жылт-жылт етіп, қызғылт шаңды бұрқыратады. Арқасына кенеп қоржын асынған, қазірдің өзінде біраз жерге ұзап кеткен ер адам кенет артына бұрылды да, 7 жасар баласы жүгіріп келгенше күтіп, оны көтеріп алып, кеудесіне қысты. Лиза да сол сияқты жүгіріп барып, әкесінің күнге қызған жейдесіне мұрнын тығып, дәл осыдан біраз бұрын өгей шешесі оның иығына басын қойып жылағандай, өгіздей мүңіреп жылағысы келді. Бірақ Лиза олай істей алмады. Олардың әкесімен жылулық білдіріп, құшақтасу әдеті жоқ еді. Степкаға оңай ғой, әне, әкесіне қалай жабысқан. Ал Лиза аяғын ауыстыра басып, сыйса көйлектің астынан жіңішке аяқтары көрініп, тек мұңайып қарап тұр. Енді ол өзінің жалғыз қалғанын түсінді. Әкесі қаншалықты суық, сезім білдіруге қатаң адам болса да, ол Лизаның жалғыз жақын адам еді. Алайда ол майданға кетіп барады. Ал Лиза өзін жақтырмайтын өгей шешесімен және Степкамен қалады. Әрине, Степка тек әкесі жағынан болса да бауыр еді. Лиза оны жақсы көретін. Сәби кезінде күтіп бағуға көмектесті. Бірақ әрдайым өгей шешесінің қызғанышқа толы көзқарасын сезетін. Өгей шешесі үнемі Лиза балаға зиян тигіземе деп, қауіптенетіндей қорқа қарап көз алмауға тырысатын. Лиза бұнысын сезіп, Степка арасында да ерекше жақындығы қалыптаспаған еді. Лиза өгей шешесін мама деп атайтын. Әкесі солай мәжбүрлеген. Бірақ қыздың ішкі жан дүниесі әр жолы бұған қарсы болатын. Бұл бөтен, қабағы қатулы әйел оған қалай ана болсын. Туған анасы о дүниеге аттанғанда Лиза бала болатын. Сондықтан анасы еміс-еміс қана есінде. Тек үнемі жымиып жүретіндігі есінде қалған. Және де анасының сыңғырлаған дауысы құлағында қалған. Анасы мейірімді жан еді. Ал өгей шешесі күлімдей алмайды. Тіпті Степкаға қараған кезінде де жымимайтын. Оның дауысы үнемі желге қарған бетіне сай қарлыққан болатын. Өгей шешесі көңіл білдіруге сараң еді. Лиза тіпті ол әкесін құшақтап, иығына басын салып жылағанына таң қалды. Болды, жеткілікті, жарар, деп Иван әйелінің иығын ыңғайсыздана сипап жұбатқандай болды. Дәл сол қолапайсыздықпен қызының бетінен сүйді де, тек Степканы ғана шын жүректен, еш ыңғайсыздықсыз құшақтады. Кейін Иван әйеліне ұзақ қарап, балаларға бас көз бол, Антонина, естідің бе? Деді. Тоняның жүзі әдеттегідей наразы кейіпке енді. Көз жасы тоқтап, келсе басын изеді. Уайымдама, Ваня. Сен жерімізді қорға, бізді ойлап қайғырма. Құдай қаласа бұл қарғыс атқан соғыс тез бітер. Мүмкін қысқа қарай ораларсың. Мүмкін оралармын, деп Иван басын изеді де, колхоз арбаларынан із қалған шаңды жолмен кетіп қалды. Степка әке деп айқайлап, оның соңынан жүгірді. Степка кішкентай, өзінің осындай әрекетімен шиеленіспен айтылмаған ойларды сейілте алатын бүкіл отбасынан шыққан жалғыз адам еді. Иван ұлын құшақтап, ауыл шетінде қатып қарап тұрған әйелі мен қызына қарай қайта жіберді. Ол алыстаған сайын Лиза кеудесінде үрей, қорқыныш пен үмітсіздіктің орын алғанын сезді. Майданға кетіп бара жатқан әкесінің әр қадамы қыздың ішін уайымға толтырды. Ол әкесін қысқа қарай көретініне сенбеді және өмірінде бұдан былай ешқандай жақсылық болмайтынын сезді. Өгей шешесі бұрын да, әкесі барда да оны ақымақтан басқаша атамайтын. Ал енді не болады? Мұрнын сүртіп Степка қайтып келді. Анасының сұр түсті ұзын белдемшесінің етегіне жабысты.
Антонина күйеуінің алыстап бара жатқан бейнесіне соңғы рет қарады да, ұлын иығынан итеріп Лизаға: «Не болды, ақымақ? Қатып қалдың ба? Үйге кірейік. Көйлегіңді ластап алмай тұрғанда шешіп қой», деп алға түсті. Ауылдың тігіншісі тігіп берген көк гүлді жаңа көйлек тек мерекелерде ғана киілетін. Лиза өгей шешесінің оны неге дәл бүгін кигізгенін түсінбеді. Әкесі соғысқа кетіп бара жатқанда бұл қандай мереке болсын? Ал Тоня күйеуінің оларды осылай әдемі, мерекелік киімде, күтіп тұрған бейнеде есте сақтағанын қалады. Өзі де ашық түсті блузка киген, тек Степкаға әдемі киім табылмады. Антонина өгей қызына суық қарап, Степанды иығынан итеріп ауылға қарай жүрді. Ол Лизаның көзінің жасқа толғанын көрді, бірақ оған қандай да бір жігер беріп, жылы сөз айта алмады. Тоня өзін қанша мәжбүрлесе де бұл қызға ана бола алмады. Оны жақсы көруге, аялауға сұмдық қызғаныш кедергі болды. Тоня өгей қызының бетіне қараса, Иванның бұрынғы әйелі Настенаны көретін. Я, расымен сұлу адам сол еді. Өзі Антонина сүйкімсіз болатын. Ал Лиза болса туған анасына таңғаларлықтай ұқсайтын. Дәл сондай үлкен сұр көздері, толық еріндері және қара керілген қастары, ал шаштары піскен бидай түстес болатын. Қалың, ауыр шаштары қыздың бетін айнала қоршап тұратын. Ал қара қастары мен ашық түсті шаштарының бұл қарама қайшылығы Лизаны, ал бір кездері Настенаны ерекше сұлу етіп көрсетті. Иван жиі қызына ойлы көзбен қарап қалатын. Тоня бұны байқап іштей қызғаныштан қысылатын. Ол күйеуінің көзінен қызын емес, бұрынғы әйелін көріп тұрғанын байқайтын. Настенаны еске алып, сағынып әлі де сүйетінін көретін еді. Настена қыста ауырып қалды. Суық тигізген сияқты көрінгенмен, Иван бастапқыда қорыққан жоқ. Әйелі төсектен тұрмай қалғанда ғана көрші ауылдағы фельдшерге барды. Ауруы түсініксіз болғандықтан фельдшер тіпті оның атауында айтпады. Тек жас әйелді шұғыл түрде қалаға апару керектігін және әлі де кеш емес деп үміттену керектігін айтты. Бірақ кеш болды. Настенаны құтқара алмады. Иван кенеттен жарынан айырылып, бұл жағдайға сене алмады, қабылдай алмады. Кейін ішімдікке салынды. Сосын есін жиып, қызын өсіру керектігін түсінді. Ал ауылда жалғыз ер адамға қиын болатын. Үйіне әйел адам керек. Қызға әрі бас көз, әрі ана дегендей. Тоня өз Ванясының оны қатты махаббаттан емес, басқа себеппен таңдаған үнемі білетін. Ол бұрын бай болып, кейін Совет үкіметі байлығын тартып алған адамдардың қызы болатын. Сол себеппен Тоняның ата-анасын бұл ауылда жаратпайтын. Олар қазір жас емес, жыл қосып қартайып келеді. Ал Тоня баласының кенжесі еді. Үлкен балалары ауылдан кетіп қалған. Тоня болса өзінің ата-анасымен бірге тұруға мәжбүр екенін, және де мүмкін оны қартайған шағында көмекші болсын деп туған шығар деген ой келетін оған. Иван Тоняға құда түсіп келгенде ол 22-де еді. Енді болмағанда тұрмысқа шығудан үмітін үзген болатын. Антонинаның әкесі Матвей Григорьевич мұндай күйеу жігітке қуанбады және қызын оған бергісі келмеді. Сонда Тоня әкесіне былай деді: «Иванға бермесең, қорада асылып өлемін. Сенің иконаларының алдында ант ішемін, асылып өлемін». «Ақымақ, иконалар жайында тіліңді тарт», деп әкесі ақырды. Матвей Григорьевич сол сәтте қызымен екеуі ғана үйде болса да, есікке қарай қорқа-қорқа көз салды. Кеңес өкіметін шын жүректен жек көретін және одан қорқуды үйренген бұрынғы кулак иконаларын үлкен, құлыпталатын ағаш сандықтың түбіне жасыратын. Ол қызы иконалар туралы айтқан соң істің маңызды екенін түсінді. Мүмкін шынымен де асылып қалар деп қорықты. Қарай көр тұрмысқа шыққысы келіп асығып тұрғанын. Бұл Ваня саған ешқандай да жақсы күйеу болмайды. Ол сені тек қызын бақтыру үшін ғана алғысы келетінін түсінбеймісің? Оған қызына ана керек. Бермесең,
Асылып өлемін, деп Тоня қабағын түйіп қайталады. Бәрін түсінді, бәрін сезді. Бірақ сол кезде Тоня Лизаны жақсы көре алатындай сезінді. Иванның әйелі болу үшін оны туғандай қабылдай аламын деп ойлады. Ивандай ер азаматтың жары болу тіпті арманында болмаған. Байсалды жігіт жай ғана қасынан өтіп бара жатқанда кеудесі қалай тәтті дірілдейтін. Кейін Иванның үйінің ауласына қойылған ағаш үстелдерде ашыған капуста мен самогон қойылған той өтті. Ауылдағылар мас болып, тіпті төраға да кеңес қоғамының жаңа ұясын тұтықпа тілімен құттықтады. Тоня Иванның жақындығынан балқып бара жатты. Түнде олар жалғыз қалатынын, ол нағыз әйел болатынын ойлағанда Тоня дем ала алмай қалатын. Ал Иван болса орындыққа жата кетіп қорылдай бастады. Жаңа ғана үйленгенін және жас әйелімен бірге ұйықтауы керектігін ұмытып та кетті. Осылайша Тоня Иванға бір аптадан кейін ғана нағыз әйел болды. Бірақ әйел болды ғой. Әйел болды, ұл туды. Бірақ Лизаны жақсы көре алмады. Тырысса да жақсы көре алмады. Қыз өсе келе сұлулана түсті және марқұм Настенаға барған сайын қатты ұқсай берді. Кейде Иван қызына қарағанда көздеріне жас келетін. Сонда Тоняны ақылсыз қызғаныш баурап, басынан асып түсетін. Ол күйеуінің мұндай сәттерде кімді еске алатынын білетін. Егер көз алдында Лиза болмаса, мүмкін ол бірінші әйелін ұмытып кетер ме еді? Мүмкін жүрегін Тоняға бұрар ма еді? Ал екінші жағынан қараса, егер Лиза болмаса, ол Антонинаға үйленбес еді. Ол Ваняға үйдің қожайыны және қызына ана ретінде қажет болды. Басқа ешқандай мақсатта емес. Кейде жалғыз қалғанда Тоня сарайдағы жәшіктен кішкентай бұлыңғыр айнаны ұрлана алып шығып, өзін қарай бастайтын. Шынымен де ол соншалықты тартымсыз ба? Ваня оны Настенаны сүйгендей шынайы сүйе алмайтын ба? Жұқа ерінді, үнемі желге қарған, кедір-бұдыр дөңгелек беті, картоп мұрын және сирек қастарының астындағы кішкентай күңгірт көздер. Міне, Антонинаның айнадан көргені. Әр жолы ауыр күрсініп айнаны алысқа қоятын. Мүмкін ұсқынсыз емес шығар, бірақ Настенадай сұлу, Лизадай болып келе жатқан сұлу деп айтуға келмейді. Соғыс басталғанда Тоня Иванды әскерге шақырады деп қатты қорықты. Қорыққаны соншалық, әкесінің үйіне қашып барды. Жасырын түрде сандықта жатқан иконаларға қарап дұға оқыды. Дұға көмектеспеді. Бірнеше күннен кейін пошташы шақыру қағазына келді. Иван соғысқа аттанды. Күйеуін шығарып салған соң Антонина балалармен үйге қайтты. Әдеттегідей басына қол тегізіп, орамалын түзегісі келді. Орамал тақпағанын, күйеуін басы ашық күйде шығарып салғысы келгені есіне түсті. Орындыққа ауырсынып отырды да, Лизаға қадала қарап, көйлегіңді шеш дедім ғой, сырттан суа кел. Құдықтан ба? Деп Лиза үміттене сұрады. Бұлақтан, деп Антонина бұл үмітті үзді. Олар тұратын ауыл Ключевка деп аталатын. Бұл атауын ауылдың айналасынан және орман шетінен жер астынан бұрқылдап шығып жатқан көптеген бұлақтарға байланысты алған. Антонина Лизаны ең жақын бұлаққа жиі жұмсайтын. Ол жерде су дәмдірек және шөлді жақсырақ басады дейтін. Ал Лизаға өгей шешесі жай ғана мазақтап тұрғандай көрінді. Тіпті ең жақын бұлаққа жету де алыс, әсіресе бидон толтырып сумен қайта оралу қиын. Лиза пештің жанындағы перденің артына өтіп, көк гүлді көйлегін шешті. Өгей шешесінің белдемшесі сияқты сұр түсті күнделікті киімін киді. Жақын арада егін жинау басталады, деп Антонина орындықта отырып күңкілдеді. Естідің бе, Лиза? Әкең қазір жоқ, екеуміз ғана. Степанды есепке алма, ол әлі кішкентай. Мен егін жинауда таңертеңнен кешке дейін боламын. Демек, картоп қазу сенің мойныңда. Қалай? Картоп па? Не, жалғыз ба?
деп Лиза пердені кері тартып сұрады. Енді қалай ойладың? Сен үлкенсің ғой. Жақында 14-ке толасың. Тек адалынан қыз. Түйнектерді жерде қалдырма. Мен тексеретін боламын. Лиза тітіркеніп кетті. Былтыр дәл осындай кінәсі үшін өгей шешесі жіңішке тал шыбықты сындырып, Лизаның аяқтарын қамшылағаны есіне түсті. Өте қатты ауырған. Ал үнсіз картоп қазып жатқан әкесі тіпті арашада түспеді. Ол ешқашан араша түспейтін. Балаларды бұлай тәрбиелеу дұрыс деп есептейтін. Өзін де бала кезінде осылай қатты сабаған болатын.